Алғашқы хижрет жасаған мұсылмандардың тобы 3 айдан кейін түсініспеушілікке байланысты Меккеге қайта оралады. Бұған Құрайштың исламды қабылдаған туралы қауесет себеп болды. Олар Хабаш елінде қауіпсіз әрі діндерін еркін ұстану мүмкіндік алғанымен, бөтен елдегі өмірге бейімделу оңай болған жоқ. Толық бейімделіп үлгермеген кезде Құрайштың исламды қабылдаған туралы қауесет тарайды. Сондықтан туған жеріне қайту мүмкіндігін қуана қабылдады. Бұл қауесетке себеп болған оқиға пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам халық алдында Нәжім сүресін оқу еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Нәжім сүресін оқып жатты. Аяттар бірінен соң бірі оқылған сайын адамдар айналасына жинала түсті. Бұл сүренің соңында Аллаға сәжде етіңдер, әрі оған құлшылық қылыңдар деген аятпен аяқталды. Сол сәтте мұсылмандардың барлығы дерлік сәждеге жығылды. Аяттардан қатты әсер алған Құрайш мүшриктері де сәждеге құлайды. Осылайша Меккенің барлық халқы бір сәтте сәждеге жығылады. Бұрын соңды болмаған жағдай Мекке халқының барлығы исламды қабылдады деген қауесетке себеп болды. Осындай хабар Хабаш еліндегі мұсылмандарға жеткен кезде олар елге оралуға асығады.